Сәлем достар, мен сіздермен бүгін бір жасағаннан ақ шығатын, биік болып жұмсақ болып пісетін шоколадты маффини немесе кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін қалыңыздар. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл рецептпен кез келген адам, тіпті мектеп оқушысы да пісіре алады. Бұл кексті пісіргенде көп ештеңе қажет етпеді, тек қана құралдары және де көтеріңкі көңіл күй болса болды. Ендеше кеттік. Алдымен жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды саламыз. Сонан соң ванилин салып, миксермен жақсылап аппақ болып, көпіргенше жақсылап араластыратын боламыз. Аппақ болып көпіргенін білесіздер, өйткені көлемі де ұлғаяды. Енді бұның үстінен сүтімізді құямыз. Сонан соң сұйық майымызды құйып, тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Қалған керекті ақпараттарды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Миксермен араластырып болған соң, үстінен 2 ас қасық какао, қопсытқышымызды және ұнымыздың барлығын електен өткізіп салатын боламыз. Ұнды електен өткізіп салсаңыздар, кез келген пісірген затыңыз көтеріліп, жұмсақ болып, пышный болып шығады. Мен осылай барлығын електен өткізіп, барлық ұнымды салдым. Сонан соң видеодағыдай үстінен басып, миксермен қайтадан араластыратын боламыз. Біздің шоколадты кексіміздің тестісі мықты сұйықта, мықты қоймалжыңда емес, орташа болады. Енді бұларды формаларымызға құйып шығамыз. Менде 15-16 штук кекс шықты. Міне осылай мен бөлшектерге бөліп шоколадтар қостым. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіз пешіңіздің градусына қарайсыздар. Міне маффиніміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте биік болып шығады. Ортасына міне осылай тығып қараймыз. Құрғақ болып шықты, бізде дайын. Қыздар, сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Өте дәмді шығады. Менің балдарым осыны және де кекстің қай түрінде жақсы көреді. Не осылай ортасы құп-құрғақ, жұмсақ болып піседі. Барлықтарыңызға ас болсын.